Ақын ғұлама жазушыларымыздың сөздерін дәріптеу мақсатында Қостанай педагогикалық колледжінің студенттерінің түсірген бейнебаянын назарларыңызға ұсынамыз. Қазақ шыңының ақ нөсер жауыны, ақ түтек дауылы, найзағайлы бұлттан от алған, өлеңінен өмірінен өлең шығара білген ұлы Абай, Шәкәрім, Сәкен сынды ақындарымыз мәңгі есімізде. Абай Құнанбайұлының өлеңдері түгел дерлік лирикадан құралады. Қысқа өлеңдерінде табиғат бейнесін, адамдарға портрет жасауға, ішкі сыртқы қылық қасиеттерін, мінез бітімдерін айқын суреттеумен көрсетуде өте шебер. Абай дана, Абай дара, халқымыздың ұлы перзенті, ақыны, философына биыл 178 жыл толып отыр. Қазақ әдебиетінде ұлы өз орнын алатын Абай жастардың білім алуына, ізденуіне көп үлес атқарған. Сол өлеңдердің бірі өлең сөздің патшасы сөз сырасы. Өлең сөздің патшасы сөз сырасы, қиыннан қиыстырар ел данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болмаса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы тыңдаушы көбінді, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аян хадис сөздің басы, қосарлы бейбітсін келді арасы. Қисынның қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен онағасы. Мінәжат уәлилердің бар мұғасы, бір сөзін бір сөзге қиыстырар, әрбірі келген мүше өз шамасы. Өлеңде әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын сырты күміс сөз жыртысын, келістіреді қазақтың қай баласы. Құрметті студенттер, мен бүгін сіздерге Мұхтар Әуезовтың Абай жолы романдық пьесаның бірінші томын сіздерге қысқаша айтып беруге отыр. Ал жалпы Абай Құнанбаевтың Абай жолы романының бірінші томы 7 бөлімнен тұрады екен. Оны тақтадан көре аласыздар сіздер қазір. Қараңыздар, 7 бөлім. Неке қайтқанда, қасқабатта, жолда, шытырманда, бел-белесте, өрде, қияда дейтін 7 бөлімнен тұрады екен. Енді жалпы Абай Құнанбаевтың бұл бірінші бөлімі негізінде Абайдың балалық шағы. Бұл 13 жасында Абай Құнанбаев Семейде медреседе оқып жүріп, осы демалысқа үйіне келеді. Құнанбай баласын жай салтын ғана, амансың ба балам, бойың өсіп қалыпты ғой деп қана салқын ғана сөйлеп, бар енді, әжеңе бар, әжемен амандас деп, әжесіне оны жібереді. Міне үстіп, Абай ауылына келіп, өзінің сағыныштың басып, осылай күндер өте береді. Содан кейін бұл бөлімінде, бірінші бөлімінде Қодар мен Қамқаның махаббаты туралы жазылады. Бірақ шын мәнінде бұл Қодар мен Қамқа бір-біріне ғашық болмайды. Бұл ауылдың өсегі, өтірігінен осы Қодар мен Қамқа жайдан жай өмірден кетеді. Өкінішке орай Қодарды жаңа Құнанбай таудан құлатып, өзі бірінші тас лақтырып, сонда қатыгездікпен Қодарды және Қамқаны өлтіреді. Міне осының өлімін көрген Абай керемет әкесінен қатыгездігін көргеннен кейін үйіне ашулы, улығып, ашуланып үйіне келіп, сол көріністі көргеннен кейін ол қатты ауырып, төсек тартып жатып қалады. Бүгінгі сіздермен Абай Құнанбаевтың бірінші бөлімін сіздермен талдап шықты. Енді мен сіздерге бірнеше сұрақ қойғым келіп отыр. Осы сұраққа жауап беруге дайынсыз ба? Ал ендеше мынандай сұрақ. Абай шөжемен кездесіп болғаннан кейін далада кімдермен кездесті? Айта қойсаң енді. Абай шөжемен кездесіп болғаннан кейін ойға батып далаға шығып кетеді. Сол далада жүріп, ол адасып кеткенде алдында 3 адам көрінеді. Ол 3 адамды танымай, бірақ қасына барып көрсе, ол бізде бөжей, Байсал мен Байдалы екен. Осы адамдармен амандасып, әрі қарай оқиға бар. Жақсы, рахмет отыра ғой. Адамдық борышын халқына еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба, мансаптың тағы үшін, нәпсіне билетпе басының бағы үшін.
Өміріңді сарп қыл, өлгеніңше жоба тап. Жол көрсет келешек қам үшін. Қайтадан қайрылып қауымға келмейсің. Барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат ал артында із қалдырсан, шын бақыт осыны ұқ, мәңгілік өлмейсің. Шәкәрім Құдайбергенұлы. Шәкәрім Құдайбергенұлы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Жұмыстау бөлкенінде 1878 жылы 11 шілдеде дүниеге келіп 1931 жылы 2 қазанында қайтыс болады. Арғын тайпасының төгілдерінен шыққан, өз бетімен білім алып, әрине жетекшісі Абай Құнанбаев болған. Оның көптеген поэмалар, шығармалары, өлеңдері бар. Соның бірі Ахмет Асан. Білгенімді жазушы ем, білгенім бөлімді, білім айтып жазушы ем, текке бол елімді. Құрдалық ой менде жоқ, туған шыққан керімді, ұқтыралық менде жоқ, тәкке басқан жерімді. Күні түні ойланып, жазудан да жалықтым, газет кітап қолға алып, оқудан да талықтым. Ел тілімін көмбек, жыларым да қамықтым, үмітсіздіктен деді, зорлықтың да шақтым. Сұлтан Махмұд Торайғыров небәрі 27 жас өмір сүрсе де артына мол мұра қалдырған қаламгер. Ол ғұмырының қысқа болғанына қарамастан 5-6 поэма, 10-даған мақала және 2 роман жазған. Сонымен қоса ақынның өлеңдері де көпшілік. Соның бірі қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам? Бостаған елдің жүрегін жылатуға мен кірермін. Еңбек бейнет тарауы рахатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы надандық теңізі тартылар. Орны отайып бөгелер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр біріде бұл мақсаттан бұралмас. Қаһарман Рүстем әлі де бұрам деп жолда тұра алмас. Сыйланған жардың күлкісі алдартылмас бірлісі. Мен Қостанай педагогикалық колледжінің студенті Талант қызы Жауһар. Сұлтан Махмұд Торайғыров қызыққандай адамды қыздыратын. Қызыққандай адамды қыздыратын, қайғы қандай жаныңды мұзғылатын. Қанды кек, өшпес кектік неден тумақ, жаныңды жібітпей-ақ мұзғылатын. Ер бар ма, елі үшін жан қиятын, басшы бар ма, етегіне ел сиятын. Жанның бәрі өз ісін мақұлдайды, адам қайда сезетін ар ұятын.